Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Айгерім. Мен сіздерге бүгін өте дәмді үйдегі бар заттардан жасалатын кекс көрсеткім келіп тұр. Мен салмасына сухофрукты салдым. Сіздерде өз қалауларыңызша шоколад, ягоды салсаңыздар болады. Ал мен бастаймын достар. Ал сіздер болсаңыздар менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды бөліп салып алатын боламыз. Осының үстіне қантымызды саламыз. Бұл кексқа ешқандай да миксердің қажеті жоқ. Венчиктің көмегімен немесе вилканың көмегімен жасай берсеңіздер болады. Екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осының үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Осының үстіне енді құрғақ заттарымызды, яғни ұнымыз бен қопсытқышымызды саламыз. Қопсытқышымызды ұнымыздың үстіне салып, осылай ұнмен бірге араластырып жіберіп, венчигіміздің көмегімен барлығын біркелкілік масса дайын болғанша араластырып алатын боламыз. Дайын болған массамыздың үстіне өздеріңіз қалағанша начинкаларын салсаңыздар болады. Менде осындай сухофруктылар, өрік, мүйіз және жаңғағын алдым. Сухофруктыларымызды міндетті түрде жуып тазалап аламыз. Және де барлығын салып, осылай араластырып аламыз. Дағыны 180 градусқа 35-40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Дайын болған кексімізді міндетті түрде суығаннан кейін кесетін боламыз. Ортасы піскен, өте керемет, сондай тәп-тәтті болған, шаймен ішкенге таптырмайтын кекс болып тұр. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында осылай жасап жесеңіздер болады. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің салған видеоларым сіздерге бірінші болып шығу үшін.